Қазақстан бұрынғы одақтық республикалар арасынан бірінші болып президент лауазымын енгізген. 1990 жылдың 24 сәуірінде тұңғыш демократиялық негізде балама сайлауда сайланған Қазақстанның жоғарғы кеңесі өзінің бірінші жұмыс күнінде осы лауазымға Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. 1995 жылдың 30 тамызында жалпы халықтық референдум негізінде 9 тарау 98 баптан тұратын Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Бұл түпнұсқа Қазақстан Республикасы президентінің мұрағатында сақтаулы тұрған ең құнды құжаттардың бірі һәм бірегейі. Елбасыша айтсақ, ата заң біздің азаттық алғалы атқарған істеріміздің алтын тарасы. Біз бүгін президент мұрағатында болып, ондағы ерекше құжаттармен таныспақпыз. Қазақстан Республикасы президентінің архиві 1200-ге жуық қорларға жинақталып, қорлар үшін 3,5 мыңға жуық тізімдемелер жасалған. Мұрағатта 1918 жылдан бастап тәуелсіздік жылдарындағы саяси құжаттамалар қоры бар. Ахмет Байтұрсынұлының өз қолы қойылған Ленинге жазған хаты көне құжаттар арасындағы ең құнды жәдігер. Қазақстан Республикасы президентінің архиві 1994 жылы президенттің жарлығымен құрылған болатұғын. Біздегі сақталып отырған 800 мың данаға жуық сақтау бірлігі, әрбір сақтау бірлігі мен қолымда ұстап отырған мысалы осындай істер сияқты. Ішінде 100-ге жуық, одан да көп тарихи құжаттар. Заманға сай құжаттарды сақтау мен оларды ғылыми айналымда қолдануда архив жаңалықтан кендемес. Солардың бірі 2 жылдан бері қолданысқа енген электронды архив. Зерттеушілерге, ел тарихына қызығушылық білдірген әрбір азаматқа керек құжаттарын бірнеше минут ішінде қолға алуға электронды архивтің көмегі зор. Қазақстан Республикасы президентінің архивіне қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының президентінің архивінде Қазақстан президентінің қызметіне қатысты және де мемлекетіміздің жаңа заман, қазіргі заман тарихына қатысты құнды құжаттардың түпнұсқалары сақталынады. Солардың бірі осы сайлауға қатысты 1995 жылы президентіміз өзі қол қойған Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заң күші бар жарлық болып табылады. Осы сынды көптеген құжаттар біздің президент архивінде сақтаулы, онымен қатар түпнұсқалар сақтаулы. Бұл өте құнды құжаттар санатына жататын құжаттарға кіреді. 800 мыңға тарта сақтау бірлігінің 40 мыңға жуығы сканерден өткізіліп, сандық форматқа көшкен. Ол біріншіден мәңгілік сақтауға арналған құжаттардың мұқият сақталуын қамтамасыз етеді. Екіншіден электронды құжаттарды оқырман залында ғана емес, ғаламтор арқылы дүние жүзі оқырмандары өз үйінде отырып оқуына мүмкіндік туғызады. Бұл жарлықта негізі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасындағы рыноктық экономикаға көшу туралы алғашқы іс-шаралар болатын. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда 1990 жылдары президенттік институт қалыптасқан болатын. 1990 жылы кеңестер тарихынан белгілі болғандай, бұрынғы кеңестер одағындағы бүкіл экономикалық дағдарыс жағдайы орын алды. Мінекей осы экономикалық дағдарыс, қиыншылықтардың кезеңінде бүкіл елді осындай дағдарыстан алып шығу жолында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол кезде батыл қадамдар жасауға мәжбүр болды. Президент әкімшілігінен бастап, республикадағы ел басына тікелей бағынышты министрліктер мен ведомстволардың, қоғамдық саяси ұйымдар, партиялар мен ұлттық мәдени орталықтар, жалпы саны 37-ге жуық мекемелер іс қағазы президент мұрағатында жиналып, сонда сақталады.